Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді қытырлақ болып шығатын фудблогер Сәуле Бейбаеваның рецепті бойынша корн-дог жасаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз, оған тұзымызды, құмшекерімізді және де сүтімізді қосып, барлығын венчикпен араластырамыз. Сонан соң ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізе отырып қосып, бір текті масса шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Енді сосискамызды қақ ортасынан бөліп аламыз. Менде халал сосискалар, кез келген сосисканың түрін қолдансаңыздар болады. Және де қатты ірімшігімізді осы сосисканың көлеміндей қылып бөліп алатын боламыз. Шпажкамызды сосискамызға кіргізетін боламыз. Және үшкір жағын емес, керісінше жағын кіргізгендеріңіз дұрыс. Себебі кішкентай балдар жеген кезде тамақтарына кіріп кетуі мүмкін. Сонан соң ірімшігімізді дәл осылай кіргіземіз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Егер сіздерге ірімшік ұнамаса, ірімшік қоспасаңыздар да болады. Ыңғайлы болу үшін қамырымызды стаканға құйып аламыз. Және де сосискаларымызды қамырға батырамыз. Барынша қамырымыздың ақып кеткенін қадағалаймыз. Сонан соң сухариге аунататын боламыз. Дәл осылай барлығын дайындап аламыз. Ендеше қызып тұрған майымызға корн-догтарымызды салып қызарғанша қуыратын боламыз. Дайын болған корн-догтарымызды құрғақ майлыққа сүзіп аламыз. Сол кезде артық майлары кететін болады. Достар, біздің корн-догымыз дайын. Қалай болып шыққанын бірге тамашалайық.